Sal jayroq, sal esingizda. Assalomu alaykum, barchalaringizga xayrli kech bo'lsin. Xayrli kech, xush keldingizlar. Kechki efirimizni boshlaymiz. Shimkent qalasi esim Naqib Baqchan. Davosim qalay esilib tur. Ko'ringizlar, davosni tekshirib. Жаңадан qo'shilganlar bo'lsa, like'laringizni bosingizlar. Aday, assalomu alaykum Aday. Kenjegül саламатсыз ба? Айбат, assalomu alaykum, qalaysizlar? Xayrli kech, davosim qalay esilib tur, aytib bersеңіздер. Балық және теңіз өнімдеріне қош келдіңіздер. Айко, саламатсыз ба? Қалайсыздар? Орынкүл, қай қаладан боласыздар? Қалайсыздар? Жақсысыздар ма? Айко, астына эфирге жазып жіберіңіздер, кім қай қаладан болады? Айлин Шоп, саламатсыз ба? Айко, саламатсыз ба? Қалайсыздар? Балық, қалайсыз балық? Біз сияқты сізде балық екенсіз ғой. Бізде балық өнімдер, сізде балық. Төрт қара, ассаламу алейкум, саламатсыздар ма? Лайктарыңызды басыңыздар, кім жаңадан кірді, анау экранның үстін бассаңыздар, жүректер көрінеді, әдемі қызыл-қызыл жүректер шығып, сол жүректерді өздеріңіз көріп, өздеріңіз рахаттанып отырсаңыздар. Ой, молодец, міне, керемет. Айлин Шоп, Республика 44, саламатсыз, қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Мұқанов, ассаламу алейкум, қайырлы кеш, баршаларыңызға. Теңіз өнімдері, Ақтау, ассаламу алейкум, қалайсыздар? Жаңадан қосылғандар, ұялмастан астына кім қай қаладан жазамыз. Жалғас, ассаламу алейкум, қалайсыз, жақсысыздар ма? Теңіз өнімдері, Жасұлан, Есенғаз. Давайте, кім тіркелмеген, тіркеліп қоямыз. Ана лайк үшеу-ақ басып берді, амал жоқтан басқан сияқты. Қазір кім лайк басады, соған рахмет айтамыз. Жасұлан, Есенғаз, ассаламу алейкум, қалайсыз, жақсысыз ба, жағдайларыңыз жақсы ма? Кімге қандай балық көрсетейін қазір, айтыңыздаршы. Кім қандай балық жегісі келеді, кімге қандай балық көрсетейін айта беріңіздер. Так, мен мына балықты алып көрейін. Қазір қалай болады екен, қалай көрінеді екен, мына балықтар көрініп тұр ма, мына қызыл балықтар? Қалай көрініп тұр мына қызыл балық? Жақсы көрініп тұр ма? Дауыс қалай, естіліп жатыр ма, әдемі ма? Мына қызыл балық көрдіңіздер ме, қандай әдемі? Майлы, омегаға бай, өте керемет қызыл балықтың қолында тұрған. Кім қызыл балық жегісі келеді, астына комментарийға жазыңыздар. Қызыл балық жегім келеді, қай қаладан боласыздар? Қалаларыңызды жазыңыздар, аттарыңызды. Дауысым естіліп жатыр ма? Әдемі естіліп жатыр ма? Күшті ма? Давайте балық сатайық қазір. Әкеңіздер, өтпей еған балықтарыңыз бар ма? Сат жөрейік. Өтпей еған балықтарыңыз, қандай балықтарыңыз өтпей жатыр, маған беріңіздер. Қазір өтпей жатқан балықтар сатайық бірінші. Кейін жайлап өтетін балықтар сатамыз. Өтпей еған балықтарыңыз әкелеріңіздер бері. Қазір өтпей жатқан балықтар көрсетейік. Қандай балық өтпей жатыр? Жарты бағасына бере жүретін балықтарыңыз бар ма? Жарты бағасына бере салатын балықтарыңыз. Қазір кешкі, бүгін қандай күн өзі? Бүгін среда ма? Так, суббота күні пиво ішетін күн бола ма өзі? Суббота воскресенье пиво ішеді адамдар, е? Пятница пиво іше ма? Жұма намаздан шыққаннан кейін? Жұма намаздан кейін пятница. Пятница деп шейді екен ғой адамдар. Так, мынау ма гарбуша ма өтпей жатқан? Қаншадан бағасы бұл гарбуша? 2900. Жоқ, бір штугы қанша мынау? 3300 ба осы тұрысы? Давайте, кім 3300 теңгеге мына гарбушаны алады? Соған қазір бірінші сатып алған адамға скидка жасап беремін қазір. Давайте, кім бірінші сатып алады осыны? Кім бірінші сатып алады, соған скидка жасап беремін. Гарбуша балығын кім сатып алады қазір? Скидка жасаймын осыған. Осы балыққа. 3300 теңге тұрады бір штугы. Бірақ скидка жасап беремін қазір. Камила, саламатсыз, қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Бақыт, ассаламу алейкум, жақсысыздар ма, қалайсыздар? Кім қай қаладан болады, жазып отырыңыздар. Қазір мына кім жазады, кім мына балықты сатып алады, скидка жасап беремін. Камила, Шымкент. Кім мына балықты сатып алады, скидкамен сатып алады, гарбуша. Маған қолғап беріңіздерші.
қолғап бере салыңыздаршы маған. Мына балықты сатып тастайыншы қазір. Мына өтпей жатқан бір балығымыз бар еді, горбуша деген. Қызыл балық қой, лососевый. Бұны алсаңыздар, стейк қылып кесіп береміз, стейкті. Кім біледі мына горбушаны? Мына 3300 теңге тұрады. Қазір кім бірінші WhatsApp-қа жазады, соған скидкамен берем. 8707 5294 WhatsApp-қа кім жазады? Мына 3300 теңге қазір WhatsApp-та ашыңызшы. Кім жазады қазір 3300-ді мен скидка жасап, осы эфирдегі бағасымен беріп жүрмін қазір. 3300 теңге өзінің бағасы қазір мен скидкасымен айтамын қазір. İçinde ikrası var. Икрасы бар ма, точно? Ya aşılmağı var. İkras çıkıyor. Ой, қой. Klinte. Да, икрасы жоқ қой деп бәлем ой емес, икрасы деп айтып. Сіздер УЗИ-дің несі бар ма, қағазы? Ішінде бар деген. УЗИ-дің қағазы болса сенбейміз. Ана екінші қолғап беріңіздерші. Екінші қолғапта. Екінші қолғап беріңіздер, қазір горбушаны сатамын мен ше. Жаманға сатқым келіп отыр осы горбушаны. Так, Нурик дейді. Давай қабылдап көрейікші, Нурик. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Жағдайыңыз жақсы ма? Қалайсыз? Жақсы. Сіздің даусыңыз жай естіліп жатыр. Ұялмастан қатты сөйлей беріңіз. Мынаны аласыз ба горбушаны? Мына балықты аласыз ба? Жыр. Алмасаңыз бөлшек қоя салыңыз, ана мен балық сатайын деп отыр. Бізге тек қана балық алатын адамдар керек, ондай. Қор сөйлесіп отыратын адамдар керек емес. Так, Антон Чигурнек. Антон, ассаламу алейкум. Здравствуйте, Антон. Добрый вечер. Мына горбушаны 3300 теңге болып тұр, бірақ скидкамен берем. Қанша қалады қазір? Кім WhatsApp-қа жазады, сол адамға мен сатып жіберемін мына горбушаны. Тағы да бар ма горбуша? Неше бар бары? Ай, ол 20 штук сатып жібереміз. Салмыз, салмыз. $3300 теңге горбуша. Горбушаны білесіздер ме, қандай балық екен? Мана Дәулет, горбушаны кесейікші былайдан. Давайте аппаратты қосыңыздан мана горбушаны кесіңіз. Андай стейкті кесіңіздер, қазір көрсетеміздер горбушаны. 3300 теңгелік горбушаны көрсетеміз қазір. Ғажайып жыршы, саламатсыз ба, қалайсыз? Мынандай горбуша деген балықты кім біледі? 3300 теңге горбушаны кім біледі мынандай горбуша деген? Сәлеметсіз бе, қалайсыз, жақсысыз ба? Мынандай қызыл балық жейсіз ба, ғажайып жыршы апай? Міне 3300 теңге тұрады мынау. Қазір скидка жасап берейін деп жатырмын. Қазір сатып алатын адам болса скидка жасаймын, бірақ кейін магазинде скидка болмайды бірақ. Міне. Балық жейсіздер ма өзі негізі? Қазір ішін кесіп көрсетеміз мына қызыл балық. 3300 теңге. Горбуша деген балық. Көзін қарасаңшы, көзін көрдіңіздер ма? Көзі әдемі. Қызыл балық, горбуша. Бұның икрасы 62 теңге тұрады. Мына горбуша деген балықты кім біледі, қызыл балықты? Лососевый сорт қой, лососевый балық. Горбуша. Так, горбуша. Мына горбушаны сатамыз қазір, горбушаны сатамыз. Кім алады, соғаны сатамыз. Калькулятор беріп тұрмыш, бос па калькулятор? Жеп көргенмін дейді. Қандай горбуша деген балық, қандай? Ғажайып жыршы апай. Горбушаның дәмі қандай? Жақсы ма, жақсы балық па, білесіз ба сіз? Кім жеп көрген айтыңыздаршы. Горбуша деген балық, міне. Қызыл балық қазір осыны кесіп көрсетеміз. 3300 теңге тұрады осы тұрысы. Дәл осы эфирде сатып алған адамға скидкамен береміз қазір. Білмеймін, 10% берем ба, 20% берем ба, пока қазір ойланып жатырмын. Көргенмін. Кім эфирде сатып алады қазір 10%, 20% скидка жасап беріп жүремін горбушаны. Горбуша деген балық.
Давайте. Қосыңыз. Да, кесіп беріңізші. Стой, бүйтіп закатта кесіп беріңіз. Lan al tutun. Gaz kesip atıp garbuçanı. Так, мына гарбуша деген балықты кестік, қазір мына стейк қып кестік, мынандай мына ішін көрдіңіздер ма, қызыл балықты мына қазір кестік гарбушаны көрініп жатыр ма шы? Так, мынаны қазір бүйтіп қойып гармошкаға башайық. Мына іші қызыл көрініп жатыр ма? Іші қызыл көрдіңіздер ма, қандай қызыл балық екен? Осы балықты қазір 3300 теңге болып тұр да өзінің бағасы. Бірақ эфирде қазір скидкамен беретін боламын осы балықты. Міне. Көрдіңіздер ме, қандай арасында лимон тығасыздар, жуасыздар, лимон салып духовкаға пішіре саласыздар. Міне. Көрініп тұр ма, қандай қызыл балық екен? 3300 теңге осы балық. Міне. Ойбай, балық қымбат дейтіндерге 3300 теңге. Қазір скидка кім эфирден сатып алады қазір? Соған скидкамен беретін боламын осы балықты. Міне гармошка, қызыл балық. Гарбуша деген балық. Кестік. Давай, осы 15 штук осындай гарбуша бар. 3300 теңгеден. Оптым келсейік. 15 штук қазір мынау эфирде сататын 15 штук гарбуша. Көрініп жатыр ма? Мына гарбуша. Мына гарбуша деген балық. Кім қай қаладан болады? Жазыңыздаршы, кім қай қаладансыздар? Шымкенттен бар ма? Шымкенттен? Кім қай қаладан болады? Жазыңыздаршы мұны. Мәссаған, мына гарбушаны 3300 теңгеге сразу алып кету керек қой негізі. Бірақ түсіріп берем қазір. Кім алады, кім жазады? Кім жазады WhatsApp-қа? WhatsApp-қа кім жазады, түсіріп береміз бағасын. Бақыт, Шымкент, Камила, Орекен. Шымкент, давайте. Кім бар, кімді гарбушаны алады? Қызыл балық. 3300 теңгеден. Кім пісіріп жейді осын бүгінге? Немесе ертеңге, мына. Бір пісіріп жек көрсеңіздер, сочный балық қой негізі. Так, эфирде алатын болса, қазір 20% түсірсем қанша болады екен? Есептеп көрейік, калькулятор беріңізші. Калькулятор беріңізші, мен 20% түсіріп көрейікші. 3300-де 20% алыңыз, қанша болады? 2640 болды. 2640 теңге болады ма не? Давайте қазір бітеміз. 19:23 болды ма? 7 минут уақыт береміз. 2640 теңгеге кім алады, соған береміз бұны. 7 минут уақытта кім оплата төлейді, 2640 теңге соған береміз. Кім үлгереді? Давайте бөліс таратыңыздар ма? Кім алады? 2640 теңгеге қазір WhatsApp-қа кім жазады, сол алады 2640 теңгеге. Негізі 3300 теңге тұрады мына қызыл балық. Қазір осы эфирде сатып алған адамға 2640 теңгеге береміз. Өзі бір 15-20 шақты штук бар, осындай стейк кесіп береміз. Давай, кім қазір оплата жасайды 2640 теңге осы қызыл балық гарбушаға? Давайте, кім үлгереді осыны алып? 2640 теңгеге мынандай қызыл балық гарбуша кім алады мына? 2640 теңгеге.
Көріп тұр ма мына? Үлкен балық қой. Номер 8707 5294. 8707 5294. WhatsApp-қа қараңыздаршы қыздар. Мына қазір кім бірінші төлейді, сол алу керек та негізі. 2640 теңгеге. Просто төлеген адам одан кейін ананы не болып қалмау керек та, екі адамға сатылып кетіп тағы да. Так, осы эфирдің бағасы 2640 теңге. Осы бір штук горбуша қызыл балық, стейк қып кесілген, сразу жуасыздар да, арасында лимон саласыздар да, фольгаға орап пісіре саласыздар. Мына 2640 теңге. Көрдің ба балықты? Так, давайте бөлсеміз, таратамыз мынау. Кім балық жақсы көретіндерге жіберсеңіздерші мына 2640 теңгеге алып үлгерсін де қазір. Қарайды ма? Бұл горбуша. Горбуша. Стейк кесіп беріп жатыр осылай. Негізі 3300 теңге тұрады да? Осылайынан арасынан лимон анауына саласыздар да, духовка лимон салып, неге фольгаға орап духовкаға салып жібересіз. Сочный болып пісіріңіз. Жоқ, оны басқа балық бере беріңіз. Давайте эфирде кім бар мына горбушаны алатын? Горбушаны білетін адамдар, давайте. Сразу сатып алыңыздар эфирден. Мына горбуша деген балық. Бұл лососевый балық деген горбуша деп интернетке жазып көріңіздер, сенбесеңіздер, құрамында қандай омегалар бар екенін көресіздер. Мына лососевый сорттың дикий горбуша деген осы ең мықты балықтардың бірі болып есептеледі. WhatsApp-қа жазды ма, жазбады ма? Жазбады ма? Әлі тұр, сатылымда тұрады. Так, 4 минут уақыт қалды қазір. 3 минут кетті, 4 минут уақыт қалды қазір. 4 минутта қазір көреміз, егер алмаса өзімізде қалады. Кейін асықпай үшіншіден сатамыз. Мына 20%-бен беріп жатырық, 20%-бен. 20%-бен кім алады мына горбушаны? 2640 теңгеге алсаңыздар алып үлгеріңіздер. Негізі 3300 теңге тұрады өзінің бағасы. Кім қазір эфирде сатып алады? 2640 теңгеге сатып алады. Мына стейк қып кесіп қойғанбыз. Арасында лимон саласыздар да, духовкаға салып жібересіздер. 20 минутта сочный болып піседі. Кәдімгі майға болса қалай болады? 8707 5294 WhatsApp-қа жазыңыздар, удаленка жібереді сіздерге. 8707 5294 8707 5294 Каспий емес, WhatsApp-қа жазыңыздар. Сіздерге удаленка жібереді. Ажархан. Давайте, кім қай қаладан қарап отыр? Мынау горбушаның қазір тағы да біреуін шығарамыз, егер осы сатылып кететін болса. Давайте, кім бар мына горбушаны алады? 2640 теңге бар жоғы. Мына прямой эфирде болған үшін мен 20% түсіріп беріп жатырмын. Тікелей эфирде сатып алайын деп жатқан екен. WhatsApp-қа қараңыздаршы. Ажарханым алам деп тұрды. Ажарханның номерін WhatsApp-тан қабылдап алыңыздар. 8707 5294 8707 5294 50 адам ішінде бар ма? 2640 теңгесі қалтасында бар адам, Каспийде бар адам, удаленка жібереміз мына горбушаға. Мына мынандай балық, негізі осындай балық, бірақ стейк кескен кезде мынандай болып аралар бөлініп тұрады. Осылай бөлініп тұрады. Көрдіңіздер ма? Бұлай бөлінетін стейк. Арасына лимон салып пісіресіздер ғой. Көрдіңіздер ма? 2640 теңге. Мына
Көрініп тұр ма? Так, 2640 теңге. Номер жазбай ақ қойыңыздаршы, номер өшіре салыңыз, жазбай ақ қойыңызшы, ауызбен айтып отырып қой номерді. 8707 5294. Қиын емес қой, жазбай ақ қойыңыз ғой. Өшіріп тастаңызшы ананы. Қақсап айтып отырмын ғой, аузым көпіріп тұрып айтып отырмын ғой. Дауысым бесіліп тұрса, неғып жазып болмайды десеш. Мына 707 5294. Айман ханым, мынау негізі 3300 теңге тұрады, бірақ қазір эфирде алатын болсаңыз 2640 теңгеге беріп жатыр. Қыстай қып кесілген горбуша, мына қызыл балық. Лососевый сорт, сроктары свежий, качествосы бәрі жақсы. Просто прямой эфирде болған екен, мен сіздерге 20% жеңілдікпен беріп жатырмын қазір осы горбушаны. 3300 теңге тұрады, бірақ 2640-қа беріп жатырмын мұны. Ана WhatsApp номер 877 5294 деген номерге WhatsApp-қа жазып, қазір удаленка жібер десеңіздер жібереді. 2640 теңге горбуша. Бар ма, жазыңыздаршы комментарияға. Так, онда бітеміз қазір. 3-ке дейін санайым, алмасаңыздар оны болды, акция бітеді соны. 2640-қа болмайды одан кейін. Жоқ, 1 килограмм емес, осы 1 штугын айтып жатырмын, 1 штугы. Давайте 877 5294. Болды ма? Кім деген алды? Ажаркүл. Ау? Ажар ханым алды, Ажар ханым. Ажар ханым қай қаладан ол? Так, мына бір горбуша сатылды. Беріңізші, тағы екінші горбуша бар ма? Мынаны алып қоя салыңызшы. Екінші горбуша бар ма? Тағы да кесіп сатайықшы, горбушалардың бәрін сатып бастайықшы. Екінші горбушаны беріңізші. Қазір эфирде тағы да көрейікші, қаншадан деп сұрап жатқандарға айтайыншы. Біз Шымкент қаласына орналасқанбыз. Адil Сасбұқаев көшесі 128Б теңіз.kz деген дүкен. Шымкент қаласы, бірақ бүкіл Түркістан облысы, басқа қалалардың бәріне жібере береміз доставкамен. Әкеңіз беріңізші маған горбуша. Бағасын көріңіздер, арзан сатып жібермейік тағы. Халыққа жұмыс істеп кетпейік, өзімізге де жұмыс істейік. Пайдасын көрмей, Каспиге, халыққа, налогқа бәріне жұмыс істеп кетейді жатқан сияқтымыз ғой қазір. 3400 Қанша? 3476. 3476? Бұны қанша? 10%-ін сатамыз ба? 10% алыңыз қанша болады? Так, міне, тағы да бір горбушаны сатылымға шығардық. Қазір жаңағыдай горбуша, бірақ бұның басы кішкентай мынандай бит қалған екен, басы. Кобраның басы сияқты. Қазір бұны да стейк қып кесіп көрсетемін сіздерге. Стейк қып кесіп көрсетемін. Бұны қазір 10% жеңілдікпен сатамыз. 3000, так, 3000 қанша дедіңіз? 10% скидкамен 3128 теңге болады. 3120 теңге қазір 10% скидкамен бұны. 3120 теңге. Кім алады қазір мынаны? Бағанағыдан сәл үлкендеу, мынау, Иә, сәл үлкен. Сәл үлкендеу жаңағыдан. 3120 теңгеге кім алады? Давайте стейк қып кесейік, дәулетіңіз. Кесейік жаны калькулятор аласаңыз. 3120 теңгеге қазір мына скидкамен беріп жіберейік. 3120 теңге. Давайте 3120 теңгеге мына горбушаны қазір кім алатынын көреміз қазір. Мына қазір стейк қып кесіп көрсетем. Стейк қып кесіп, әдемлеп 10% скидкамен жібере саламын қазір. 3120 теңгеге. Давайте мына аппаратты қосыңыз, ана калькулятор алсаңыз. Аппарат, ана калькуляторды алыңыздаршы. Давайте кесейік мына горбушаны.
Так. Mına garbushani kesdik. 3120 tengelik. Dangani steak kesdik mına. Garbushani steak kesdik. Так, мына қазір ашып жіберейін араларын. Кішкене замороженный болып тұр ғой, бұл негізінде. Бірақ мына стейк кескен кезде арасы ашылып көрдіңіздер ма? Қызыл балық екенін көрдіңіздер ма мына? Менің адресім Шымкент қаласы, Сасбұқаев көшесі 128Б, tengіз.kz деген дүкен. 3120 теңге мынау қызыл балық. Дәл осы тұрсын. 3120 теңге қазір 10% скидка қойдық мынаған. 10% жеңілдік қойдық бағасын. 10% түсірдік. Давайте кім алып қалады мынаны? Эфирде болған екен түсіріп жатырмық қазір. Негізі магазинде бұны түсіре бермейміз бағасын ше. Шымкент қаласы көрдіңіздер ма? Дәл осыны қазір 3120 теңгеге 8707 5294 номеріне WhatsApp-қа жазыңыздар. 8707 5294 WhatsApp-қа. Нако, Моля, саламатсыздар ма? Гүлім, саламатсыз ба? Сұлтан, Иса, ассалаумалейкум, жаңадан келіп жатқандар. Ассалаумалейкум, саламатсыздар ма? Қайырлы кеш болсын. Кім қай қаладан болып жатыр? Қазір жазыңыздар астына кім қай қаладан көріп отыр. Кім қай қаладан жазыңыздаршы, қалаларыңыз жазыңыздаршы. Эфирді бөліс таратыңыздар. Бро дейді, саламатсыз ба? Юсер, ассалаумалейкум, саламатсыздар, қайырлы кеш. Кім бар, давайте, кешкі балық кешкі саудан алып қаламыз. 3120 теңгеге. Кешкі саудада, мына кешкі сауданы 3120 теңгеге мына қызыл балықты алып қаламыз. Нұргүл, Алматы, керемет. Мен тек қана шымкенттіктердің жазғанын көремді, Алматының жазған енді бірінші марта көріп жатырмын. Нұргүлдің жүрек жұтқан екенсің, Нұргүл ханым. Алматыдан деп жазған адамды айтсаңшы. Басқа қалалар жазуға жүрексініп отыр ғой, тек қана шымкенттіктердің ғана жүрегі шыдайды, Шымкент деп жазады. Көп қалалар жазбайды қай қаладан екенін. Бөлісіп таратамыз. Қай қалада туысқандарыңыз бар, Шымкентке жақын жерлерден, Шымкент қаласынан осындай 3120 теңгеге мына балықты қазір, қызыл балықты, лососевый балықты беріп жіберемін қазір. Кім сатып алады? Эфирде тек қана. Скидка осы эфирде ғана, тағы эфирден басқа кезде скидка сұрап жүрмеңіздер магазиндегілерді. Магазиндегілер скидка бермейді. Мына. Тек қана эфирде береміз скидканы. Мынау бұрыға Нұргүл ханым Алматыға сақ жібермедік пе мынаны? 3120 теңгеге. Индрайверден сақ жібере саламыз, адрес айтсаңыз болды. Арасына лимон саласыздар, апельсин, лимон, өз еліңізге овощтарды саласыздар да пісіре бересіздер. Көрдіңіздер ма? Кім қай қаладан көріп отыр, астына жазыңыздар. Мына горбуша деген лососевый балық. Бро не жазды саған дейді. Бро ешнәрсе жазған жоқ. Броны мақтап жатырмын. Қай қаладан сіз деп сұрап жатырмын. Саламатсыз ба деп жатырмын броға. Шымкент, Битеміров Қайрат, Шымкент керемет. Мынау 3120 теңге бір балық. Лососевый горбуша деген балық. Жеп көрген адамдар біледі бұл қандай мықты балық екенін. 3120 теңге осы тұрысы. Кімге берем қазір осыны? Эфирде сатып алыңыздар. 8707 5294 номеріне. Давайте. Балық деген кез келген отбасыға, кез келген адамға керек негізі. Қазір бар ма 3120 теңге эффектін алшы, ату дұрыс көрінбейді дейді. Эффектін қазір алмаймын енді. Эффектімен шығып қойдық енді. Қазір аламаймын. Міне көрініп тұр ғой, міне қызыл балық екені, әдемі балық екені көрініп тұр ғой. Эффектін де аламал, міне тұр ғой. Тікелей алдыңызда тұр ғой, міне балық көрініп тұр ғой. Свежий екені бәрі нормальный ғой, міне. Горбушаны білесіздер ғой өзі. Так, горбуша деген бар, бұл дальневосточный бұлар. Дальневосточный балықтар. Міне 3120 теңгеге бұндай горбушаны ішін бермек сізге. Так, давайте уақыт қояқ. Қазір мен 19:40 болды ма, 19:50 10 минуттың ішінде алмаса, осыны мен өзімізде қалдырып келіп 3300 теңгеден сатамыз бұл. 3120 теңгеден қазір эфирде алам десеңіздер, алыңыздар. Так, қызыл балық, мына
қызыл балық, горбуша деген балық. Өте керемет. Стейк қып қазір кестік, аппаратпен кестік, мынандай стейк қып. Сразу дайын күйінде көрдіңіздер ма? Гармошка кесіп қойдық уже. Ақтөбе дейді. Ақтөбе керемет жер ғой, Ақтөбе деген. Мына. Ақтөбеге де салып жібере аламын ғой, ешті. 3120 теңге. Бар ма, кім қалтасында бар? 3120 теңге. Енді балықты қымбат дейтін адамдарға мына 3120 теңгеге бір су қазір 500 теңге тұрады. Мына балықты сразу. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 түк стейк бар. Майдаларын санамаған кезде. 10 стейк, 10 адамға. Мына, Бақадыр, біз Шымкент қаласындамыз. Бақадыр, сіз қай қаладасыз өзіңіз? Біз Шымкенттеміз, сіз қай қаладасыз? Бөліс таратыңдар, ағайын туысқандарға жіберіңдер, балық жесінде балықты. Эфирді қызғанбай бөліс таратсаңыздар, кімнің туысқандары бар, қай қалада бар, бөліс таратыңыздар, группаларға жіберіңіздер. Мынандай, осындай эфирлерде арзан балық сатып алып қою керек та. Леспек, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мынандай қызыл балық 3120 теңгеден кім алады қазір? Осы эфирді 8 707 5294 номерге WhatsApp-қа жазсаңыздар, удаленка жібереміз сіздерге. Так, давайте. Бақадыр, аласыз ба мына 3120 теңгеге горбушаны? Мына, горбуша деген балық 3120 теңге тұрады. Так, мен өзім таксимен балықты Россиядан дейді. Ой, Россияны айта бермеңіз, Россияда балық жоқ қазір. Россия өз Қырғызстаннан алып жатыр қазір. Россияда балық жоқ. Әңгімені жібереді екен, Россияға барған кезде балық әкелмейді де ол. Өмірінде бір марта алып келсе алып келетін жер. Просто айта береді әңгіме. Россиядан әкелейін, Норвегиядан әкелейін. Сен уақытында болмайды ғой жаққа барған кезде. Мына, давайте, кім осыны қазір сатып алады, давайте. 3120 теңге. Ана баяғда союз кезде ой мен икра жейтінем, банкілеп жейтінем деп ана мақтанатын адамдарға таң қалам да. Союз кездегі икра жегенін айтып жүреді да. 3120 теңгеге қазір сатып алып жеу керек мына балықты. Кім сатып алады, соған береміз қазір. Шымкент Сасбұқаев көшесі 128 Бақадыр, бірақ 3120 теңге қазір 10% түсіріп жатыр, тек эфирде ғана түсіреміз. Баға қазір осы эфирдегі ғана баға. Эфирдегі баға, бірақ басқа кезде бұл 3300 теңгеден жоғары болады. Қазір 3120 теңге болса, 3120 теңге болса, қазір осы эфирде береміз 10% жеңілдікпен. Леспек, рахмет сізге де қолдағаныңызға. Так, обнаружены комментарий с жалобами зрителей дейді. Көрдіңіздер ма, мынау көре алмайтын адамдар жалобы тастайды да. Біздің конкуренттер ма, мен білмеймін онша. Жалобы тастайтын адамдарға таң қаламшы осы. Эфирге жалобы сететін адамдарға. Жалобы сеткендер өмірі жақсылық көрмей өтсін. Өмірі жақсылық көрмесін жалобы тастағандар. Өмірі бала шағасын қызығын көрмей кетсін. Кім жалобы тастайды, өмірі бала шағасын қызығын көрмей кетсін. Несі бар деймді, біреудің эфиріне келіп жалобы тастап, қанша адамдар еңбек етіп жатыр, мына жерде қанша отбасының бала шағасы бар, қанша адамдар жұмыс істеп жатыр, еңбек етіп жатыр, келеді жалобы тастайды. Қанат, уалейкум ассалам. Анандай бір гнилой адамдар бар, соларға ашуланып отырмын да. Мына айка мынау 3120 теңгеге осы лосось горбушаны беріп жатырмын қазір. Лосось осы тұрысы 3120 теңге. Осы эфирде кім сатып алады? 8-707 5294 номеріне WhatsApp-қа жазасыздар, удаленка жібереді. 3120 теңгеге осыны қазір жібереміз. Так, егер мен қарғайын ба, значит ол егер кім жалобы тастаса, сол қарғыс сол адамға барады. Мен қарғайын ба, қарғамайын ба, ол мен шаруам ғой, мен эфирім ғой. Так что мен кімді қарғап жатырмын, мән бермеңдер. Сендер жалобы тастамадыңдар ма, ол сендерге арналмаған. Кім жалобы тастайды, соларға айтып жатырмын, солар қарғап жатырмын. 3120 теңге осы. Мынау лососевый
Дальневосточный Россиядан келеді. Мына горбуша деген именно Россиядан келеді. 1,5 килолық форельдер беріңізші, біреу. Форель көрсетейік. Так, жоқ, бұзылмайды, келгенше бұзылмайды. Біз упаковканы жақсылап жасаймыз, мұз саламыз, әдемілеп упаковка жасап кез келген қалаға жібереміз. Адресіміз Шымкент қаласы, Сасбұқаев көшесі, 128Б Тегіз.kz дүкені. Мына мынандай стейк қылып кесіп қойғанбыз уже горбушаларды. Алматыға жібере аламыз, Қанат. Алматыға мына тұрған жер ғой. Алматыға салып жібере аламыз. 3120 теңге. Давайте, қазір кім алады? 8707 5294 номеріне. Так. Мынау бізде форель ма? Иә, форель. Так, тоқта, мына сатып алайыншы қазір. Мынаны қазір мен сатып алайын, 3120 теңге. Соны форельді қоя тұрыңыз мына жерге. Форель жақын жерге қоя тұрыңыз, алыс сатпаңыз. Қазір мына сатып жіберейін, 3120 теңгеге сатып жіберейін. Одан кейін форель сатамыз, 1,5 килограмм форельдер бар. Қазір мына горбушаны 3120 теңгеге сатып жіберейін қазір. Эфирде алатын адамдар болса, қазір WhatsApp номер 8707 5294 номері. Так, кім алады, давайте. Кімге осындай стейктар керек? Горбуша деген балықтікі, осы тұрысы 3120 теңге мына. Ішінде 10 стейк бар мына жерде, 10 стейк. Он стейк көрдіңіздер ма? 10 стейк. Кефаль бар ма дейді? Жоқ, кефаль жоқ, кефаль алып келмедік. Кефальді бізде Шымкентте түсінбей жатыр адамдар. Мына горбушаны жақсы біледі, қызыл балық. 3120 теңге. Ой, бро, сіз алмай-ақ қойыңызшы, сіздің рефіңіз бар екен, болды, түсіндік. Сізге алдай батқан жоқпын ғой, алмай-ақ қойсаңызшы. Басқа алатын адамдар алады ғой енді. Сізді білдік, Россияға барады екенсіз, рефіңіз бар екен, балық тасиды екенсіз, рефпен алып келе алады екенсіз, түсіндік қой, болды ғой. Наоборот, қолдайтын сөздер айтсаңыздаршы, қолдайтын. Энергияны емес, вампирлар сияқты емес, қолдайтын сөздер айтсаңыздаршы, эфирді жүргізіп жатқан адамға қолдау көрсету керек, всегда. Біреу жұмыс жасап жатыр ма, еңбек етіп жатыр ма, еңбегің рәтті болсын, қолдап, бөлісіп, таратып, лайктарды басып, айналайын, бро, сені ешкім алдап жатқан жоқ қой сені. Ешкім алдап жатқан жоқ қой сені. Мен алдап жатқан жоқ, мына Россиядан келетін дальневосточный горбуша осы түрісі 3120 теңге деп айтып жатырмын ғой, мен неге алдаймын сені? Жынды болып қалған ба адамдар өзі? Міне, мынаны кім алады? 3120 теңге. Қазір мен осы балықты сатып алайын бірінші. Міне, 3120 теңге. Осы горбушаны бірінші сатып алайын. Аумин, берекесін берсін. Мынау қазақтарға таң қаласын, бір-бірін қолдамайды, қашан қарасаң артқа тарта жүреді. Мына прямой эфирмен бір нәрсе сата салайын, онлайн саудан дамытайын десең, өздерінше бір кісі болып қалады, андай, мынандай. Қырғызстаннан деп айттың ғой, брат дейді, саудан. Жоқ, мен Қырғызстаннан деп айтқан жоқ, мен форельді айттым Қырғызстаннан деп. Міне. Қырғызстаннан горбуша келмейді. Міне Қырғызстаннан 1,5 килограммдық форельдер келеді деп айттым. Мына форельді көрдіңіз бе? Мына Қырғызстанның форелі, міне. 1,5 кило. Қанша мынан бағасы 1,5 килосы? Бағасы 7900. Мына бір форель 7900 теңге тұрады. Мына Қырғызстаннан келген потрошенный форель. Мен осыны айттым, міне. Міне форель қанша? 7920. 7920 осы тұрысы. 1,5 килограмм шығады, 1,5-нан жоғары шығады. Міне стейк қып кесіліп қойған осы Қырғызстанның форелі. Міне форель деген сочный балық, тем более Қырғызстандікі. Қырғызстан қазір Орта Азиядағы ең балықтың лидерлары болатын Россияға жіберіп жатыр Қырғызстан қазір. Міне осындай форельдер 1,5 килограммдық форель. 7920 теңге. Жаңа горбуша Россияныкі, мынау Қырғызстандікі қолында тұрған форель. 1,5 килограмм салмағы. 7920 теңге. Міне форель. Қазір кім алады? Давайте WhatsApp-қа жазыңыздар. 8707 5294 Шымкент қаласы.
Амандық Шымкент қаласындамыз. Давайте кез келген қалаға доставка жіберіп жатырмыз. Кім алар? Давайте WhatsApp-қа жазайық. 8707-5294. 8707-5294 номері. Кім алар? Давайте WhatsApp-қа 8707-5294. Мына Қырғызстанның форелі көрдіңіздер ме? Етін стейк кесіп тастағанбыз уже. Әдемі осы. Так, форельдің икрасы бар бізде. Форельдің икрасы бар. Бірінші мынау форель сатайық та отбасымен жесеңіздер, пісіріп духовкаға жақсылап тұр. Сочный болады ғой. Мощный балықтар ғой мына форель деген. 7920. Давайте форельді көрсеттім. Так, мынау жаңа форельдің кесілмеген түрі. Міне, көрдіңіздер ме? Сыртындағы көрдіңіздер ме? Қып-қызыл болып тұрған. Іші де қызыл болады міне. Қырғызстанның форелі. 1,5 кило салмағы. 7920 теңге. Форельдің икрасы жақсысы 45 теңге, 100 граммы 4500 теңгеден сатып жатыр. Форельдің икрасы 45 килограммы, 100 граммы 4500 теңге. Дамын көріп, пробаға көріп алуға болады. Келіп, Шымкент қаласында Сасбұқаев көшесі 128Б деген. Біздің мекен жайымыз Сасбұқаев көшесінде. Мына Қырғызстанның форельдері. 7920 теңге, 1,5 килодан жоғары осы тұрысы. Мына. Дәл осы тұрысын 7920 теңгеге береміз. Бұны біз стейк қыпта кесіп тастағанбыз. Чтобы адамдар қиналмасын. Бірден міне пісіріп жіберсін деп стейк қып кесіп тастағанбыз форельдерді. 7920 теңге тұрады осы форель. Кім қазір алады? 8707-5294. 8707-5294. Ана бро деген вообще шығып кете салыңызшы сіз. Вообще біздің эфирге жазбай қойсаңыз да болады комментарий. Басқа комментарий жазатын адамдар жазсыншы. Тек қолдап жазыңыздаршы комментарийді. Қолдамай артқа тартып ондай комментарийлер керек емес. Тек кім қолдайды, кім балық сатып алады, кім балықты жақсы көреді, сондай адамдар қалсын. Комментарийға жазыңыздар, эфирді бөлісіп таратыңыздар. 7920 теңге. Қазір мысық көтін көрсетпейді. 7920 теңгеге. 1,5 килограммнан жоғары Қырғызстанның стейк кесіліп қойған мощный форельдерін беріп жатырмыз қазір 7920 теңгеге. Сол үшін давайте қазір кім сатып алады? 8707-5294 номері. Так, Бақберген жақсы сөйлемдер дейді. Керемет. Басқа сөз таусылып жатыр енді. Сөзді қорымыз жетпей жатыр. Адамдарға, кейбір адамдарға сөзді қорымыз жетпей жатыр. Так, давайте. Так, пікір шынайы болу керек қой. Жоқ, ол пікір шынайы болғанда ол анандай пікір емес қой. Ол бағанадан бері айтып жатыр ғой. Менің рефім бар, менің фурам бар, анау мынау деп бағанадан бері анау. Басқа нәрселер айтып жатыр да, мына эфирдің аудиторияның көңілін аударып жатыр да басқа жақ қарай. 7920 теңгеге 1,5 килограммдық форельдер беріп жатырмыз. Мына Қырғызстан бір штугы 1,5 килодан жоғары міне. Стейк қып кесіліп қойған. Сосын мынандай гарбушаны 3120 теңгеге беріп жатырмыз. Міне бір гарбушаны қызыл балықты стейк қып кесіліп қойған уже. Көрдіңіздер ме? Қып-қызыл балық. Осыны 3120 теңгеге бір штугын беріп жатырық. Духовкаға осылай силикон пісіре саласыздар. Арасына лимон саласыздар. Іші қып-қызыл стейк қып қазір кестік міне. Любой балық сатып аласыздар, стейк қып кесіп береміз. Гарбуша дейсіздер ме, скумбрия дейсіздер ме, дорадо, сибас бәрін стейк қып кесіп береміз. Так, давайте кім осыны 3120 теңгеге қазір сатып алады? WhatsApp-қа жіберіңіздер, сіздерге удаленка жібереміз. 8707-5294 номерге. Удаленка қазір мынау кімге 3120 теңгеге гарбушаны береміз. Со WhatsApp-қа жазсын 8707-5294 номеріне. Көрдіңіздер ме? Осы гарбушаны қазір сатып жіберу керек бізге. Прямой эфирде біз 10% скидка беріп жатырық осы гарбушаға. Бірақ ана 1,5 килолық Қырғызстанның фореліне скидка берген жоқ біз әлі. Көрдіңіздер ме? Біз Шымкент қаласында орналасқанбыз. Әділ Сасбұқаев көшесі 128Б, бірақ бүкіл Қазақстанның барлық қалаларына біз жібере аламыз. Бүкіл Қазақстанның. Так, эфирге қазір пока қосамайым, қазір прямой эфирге шықпай қойсаңыздар болады. Кейін асықпай сөйлесеміз, кейін өзі қосылатын эфирлер болады. Отклонить ете салыңыз Талғат. Қазір эфирге шықпай қойыңыздар, кейін сөйлесеміз асықпай. Арнайы эфирлерде сөйлесеміз. Қазір мен мына гарбушаны 3120 теңгеге сатып алайын. Мен де сатайын да, саудасы қанша айтып жатырмын. Біреу енді гарбуша, біреу жейтін шығар енді гарбушаны, мынандай қызыл балықты.
духовкаға пісіріп, отбасымен отырып жейтін шығар. Шымкентке қаншамен дейді? Ғафуза 3120 теңге ғой мына балық. 3120 теңге осы. 10% скидкамен беріп жатырмын қазір, міне. Өзі 3460 теңге ма шықты бағасы. 3120-ға 10% скидкамен беріп жатырмын, міне. Осыны целый горбуша. Басымен. Міне, көрдіңіз ба? Давайте. Қазір 8707-5294 номеріне WhatsApp-қа жазыңызшы. WhatsApp-қа жазыңыз, удаленка жібереміз. Болды, Қазығұрт микрорайонына жібереміз. 8707-5294. Осы горбушаны бір жеп көріңіздер, сосын рахмет айтасыздар. Сочный балық қой негізі. Лососевый балықтардың ешқандай жаманы жоқ. Барлығы жақсы. Міне. Көрдіңіздер ме? Осыны орыс халқы өте жақсы алады, горбуша деген балықты. Кетаны, горбушаны жақсы жейді. Дұрыс айтады Бақберген. Қазақты қолдау керек. Мысалы, түрік ағайындардың кафесіне барсаң, бүкіл түріктер отырады. Сайрамға өзбектердің кафесіне барсаң, бүкіл қара мұртта сайрамда өзбектер отырады. Қазақтарды енді қазақтар қолдамаса кім қолдайды басқа? Камила ханымға тек кеткен жоқ па? Камила ханым ренжіп отқан жоқсыз ба? Мынау не айтып кетті деп. Мына, көрдіңіздер ма? Давайте 8707-5294. Қазақ, қырғыз, өзбек бәрі бір туғандар ғой негізінде. Мен өзім мынау мұсылман халқы деп жаңа сыйлаймын ол халықтарды ше. Өзбек халқы болсын, қазақ халқы болсын, қырғыз халқы болсын негізі. Так, давайте. Форель. Қайтадан форельге келдік. Міне көрдіңіздер ма? Мына етін қараңыздаршы. Ой. Мені жеші деп тұр ғой, мына стейктарын қарасаңыздаршы. Көрдіңіздер ме? 7920 теңге бар жоғы. 7920 теңге. Міне осы тұрысы 7920 теңге. Стейк қып кесіліп қойған. Өздеріңіз қанша адамсыздар, сол адамдарға стейк қыласыздар. Үйде қанша адам? 2 адам болса 2 стейк, 3 адам болса 3 стейкті пісіріп жей бересіздер. Қалған әдемлеп упаковка жасап фольгамен морозилікке сап қоясыздар, әдем болып тұра береді. Бұл форель деген Қырғызстанның форелі. Қызыл балық қой, потрошенный стейк қып кесілген, сразу лимон қоясыздар да духовкаға фольгамен пісіріп жібересіздер. Болмаса пергаментпен де пісірсеңіздер болады. 8707-5294. Семганың стейктарын беріңізші маған, семганың стейктарын. Так, давайте мына форельді алатын адамдар 8707-5294 WhatsApp-қа жазамыз. 8707-7920 теңге. Осы тұрсы 1,5 килодан жоғары мына жерде. Стейктар таза еті, көрдіңіздер ма? Мына таза стейк, таза ет. Уже кесіліп қойған. Так. Стейк беріңіздер, стейк көрсетейікші. Стейк сөмға сұрап атқан адамдар бар екен. Қазір көрсетеміз. Берік, ассалаумалейкум, аманжол, ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Жаңадан келгендер, лайк баспасаңыздаршы, лайк. Кім лайк басады, солардың отбасыларында береке тілеймін. Солар өмір бойы жақсылық көрсін, отбасыларында береке болсын. Лайктарды аямай кім қолдайды, кім балық жейтін адамдарға қолдау көрсетеді, балық сататын адамдарға қолдау көрсетеді, отбасыларына береке болсын. Одан басқа айтатын сөзім жоқ, берекеден басқа. Ең биік шыңы береке, ең главный береке. Так, Шымкент қаласында орналасқанбыз біз. Адil Сасықбаев көшесі 128-Б. Профильге немесе жекеге жазыңыздар, жекеге. Номер қалдырсаңыздар, толық локация жібереміз сіздерге. Қазір Аягөз ханым рахмет, аумен қолдаймын дейді. Өзі негізінде бір топ адам бар, жақсы қолдайды, ал кейбір адамдар бар, тек қана негатив жазады. Негатив жазады, жамандайды, ой андай, ой мынандай деп. Біз анандай не сияқтымызды қасқырдың аузы жесе де ған, жемесе де ған дейді ғой, саудагер тек қана дорбамен ғана көретіндер бар да негізінде. Ал бірақ саудагер дегенде тек қана бұрынғыдай дорба арқалап, тек қана пайда көруші емес қой, ол халық пен халықтың арасындағы көпір болатын, халыққа жақсы тамақтар жеткізіп беретін сол саудагерлер, қазіргі кәсіпкерлер ғой негізі. Сіздердің тамақтарыңыздың болуына сол жақсы товар кесін, жақсы нәрсе сатайық деп біз стараться етіп, осы 20 жылдан бері осы теңіз өнімдерін сатумен айналысып жатырмыз. Так, Қырғызстанның семгасы қанша бағасы? Жоқ, Қырғызстанның форелі ғой бұл. Міне, Қырғызстанның форелі
7920 теңге осы тұрышы стейк қып кесіп тастағанбыз. 1,5 килодан жоғары салмағы. 7920 теңге осы тұрышы 8707 5294 номері. 8707 5294. Бағаларын айтам міне 7920 теңге форель. Одан кейін мына гарбуша жаңағы 3120 теңге осы тұрысы. Мына гарбуша бұл да стейк қып кесілген қызыл балық міне. Бұл бірақ ана жаңа форельден кішкентай размері. Міне. Бұл да кесілген 3120 теңге. Гарбуша деген балық, қып-қызыл балық, лососевый сорт 3120 теңге. Бұның ішінде 13-тік стейк бар мына гарбушада. 13-тік стейк. Так, беріңіздер, стейктар беріңіз, сөңгалап көрсетейік. Пакетін алып тастай салыңызшы, пакетін. Бере салыңыз. Пакетін алып көрсете берейік, бере салыңыз. Қанша теңге шықты мынау? 3078 теңге болды, съемка. 3078 теңге. Мынау стейк съемка, мына. Бұл форель екен айтпақшы. Стейк форель 3078 теңге. Осы бір штугы, осы тұрысы. Мына екі адамға жетеді негізі. Екі қызға или болмаса, ерлі зайыптылар болса, бір қыз, бір балаға да жетеді негізі. Мына стейк 3078 теңге. 3000 теңге ғой грубо. Көрдіңіздер ме қалыңдықтарын? Қалыңдығы нормальный мына. 3000 теңге. Шымкент қаласы, Сасбұқаев көше 128 бар. Біздің номеріміз 8707 5294. 8707 5294 номер. Давайте екінші стейк беріңіз. Бұл қанша? 3130. Мынау съемканың стейкі, мынау форельдіңкі. Мынау форель, мынау съемка. Көрдіңіздер ме? Екеуінде терісінде разница бар, мынау сыртында, қабығында. Мынау форельдің стейктары, мынау съемканың стейктары. Мынау 3000 деңізші, грубо. Мынау да 3000, мынау да 3000 болып тұр ғой, грубо. Екеуінің мынада 70 теңге, мынада 100 теңге разница. Давайте мына. Кімге форель, кімге съемка. Бағасы бірдей болып тұр, почти мына. Форельнікі да, съемканыкі да. 8707 5294. 8707 5294. Тіркеліп алыңыздар. Жекеге номерларыңызды жіберсеңіздер болады. Біз сіздерге міндетті түрде жауап береміз. Мына. Кез келген қызыл балық дейсіздер ме, икра дейсіздер ме, дорадо дейсіздер ме, сибас дейсіздер ме, кез келген балықтар бар бізде. Мына. Мына съемка, форель, кез келген балықтар қолжетімді бағада 3000 теңге бар болғаны. Мына екі порцияға жетеді, екі адамға. Мына 300 грамм шығады, кемінде 350 грамм. Қанша грамм шығады? 350 грамм шығады. Мына ресторандарда 150 граммнан береді ғой, білесіздер ғой. Ал бізде осы 350 грамм екі адамға жетеді деп есептейміз. Көрдіңіздер ма? Сонда 1500 теңгеден бір порциясы шығады. Мына. Кез келген отбасыға, кез келген бала шағаңызбен, кез келген қонағыңызға, любой адамдарға бере бересіздер. Мына. Ұялмайсыздар ғой, қызыл балықтан еш уақытта ұялмайсыздар. 8707 5294 WhatsApp-та күтеміз, немесе жекеге жазыңыздар, номер қалдырыңыздар. Кез келген балықтарды, икраларды, креветкаларды кез келген қалаға доставкамен жібереміз. Баршаларыңызға қолдауларыңызға рахмет. Номерлерді айттым. Тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.